Ата, мен кішкентайымда тек ішем, жейм деп көп айттым ба? Әлде көрейінші, анау не, мынау не деп сұрадым ба? Сен көп сұрақ қоятынсың. Бірақ оны неге сұрадың, қызым? Мен Абай атамыздың қара сөзінен оқып едім. Анда адам баласы анасынан туған кезде екі түрлі мінезбен туады. Бірі ішсем жесем дейді, ал екіншісі көрсем білсем деп туады. Иә, қызым, дәл солай. Бауыржан Момышұлы да жастайынан көруге, білуге құмар болған. Оны сіз қайдан білесіз, ата? Жүр ағай. Ала ғой, қызым, өзін оқып көр. Жарайды, ата. Осылайша менің қолыма Бауыржан Момышұлының ұшқан аяқ кітабы түсті. Енді оны оқуға асықпын. Мені қатты қызықтырып тұрған дүние бала Бауыржанның қандай болғаны. Момыш әкемнің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында ескіші декабрьдің 24-інде туыппын деп біздің туған жылын, туған күнін де осы ұшқан ұяда нақты жазады. Бұрын мен бұл деректерді шатастырып жүретінмін, ал енді шатаспаймын. Себебі мұнда бәрі шынайы, өз өмірі, өз сөзімен жазылған. Бауыржан Момышұлы әжесі қыз тумас туралы үлкен сүйіспеншілікпен жазады. Ол әжесінен әлемнің жаратылысы, жан-жануарлар болмысы, өмір мен тіршілік туралы алғашқы түсініктерді алған. Нені сүйіп, неден аулақ жүру керегін әжесінен үйренген. Ал әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан еңбекқор адам болған. Оның мінезі бала Бауыржан болмысына тікелей әсер еткен. Таулар, дала, алма бағы бәрі де оның бала көңілінде ерекше орын алған. Ол айналасындағы әрбір сөзге, әрбір атауға мән берген. Қыз тумас әже болса, әр сұраққа сабырмен жауап беріп, бала ынтасын шыңдаған. Бауыржан Момышұлы батыр болып туған жоқ. Ол әже тәрбиесімен, әке өңгесімен балалық таза сезім, көрсем білсем деген табиғи болмысына қалыптасқан туған. Бұл повесть жазылып шыққанына 7 жыл болса да, әлі де өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Мұндағы құндылықтар 7 ата, әже өсиеті, ана идея, бесік жыры, ат қою және жазушының өмірі нақыл сөздері. Сондықтан ұшқан ұя бір отбасының тағдыры емес, тұтас ұлттың тәрбие кітабы. Мен енді Бауыржан Момышұлы туралы толық білемін. Оның атындағы мектепте оқитынымды мақтан етіп қана қоймай, ол кім десе мүдірмей жауап бере аламын. Ұшқан ұяны оқыңыз, өз ұяңызды ұмытпаңыз.